Selam dostlar, bugün biz nazik pechene жасаймыз. Алдымен ысымызға ерітілген сары майды құямыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді біз осының үстіне құм шекерімізді саламыз. Енді біз кесемізге ас содасын бір чайна ложка және уксусты тамызып араластырамыз. Енді біз осыны бағанағы қамырымызға құямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді біз осының үстіне ұнымызды құямыз. Мен 2-ге бөліп саламын. Енді осындай қалыпта шығады. Біз осыны насаттымызға құямыз. Бірінші оған орех қосып аламыз. Енді осыны араластырып, насаттымызға құйып болған соң, табамызды майлап, табамызға құямыз. Енді біз осыны қызып тұрған 180 градуста пешімізге саламыз. Енді біздің печенеміз дайын болды. Өте нәзік, өте күшті.